Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Зіремірге Азамат және бүгін біз бокс туралы сөз қозғаймыз. 30 наурыздан 11 сәуірге дейін Моңғолия елінің астанасы Улан-Баторда World Boxingтің ұйымдастыруымен алғашқы ересектер арасындағы Азия чемпионаты өтетін болады. Және сол жерде біздің Қазақстан құрамасы өте мықты сасаттардың бірін шығарған болатын. Ана жерде неше түрлі чемпиондары бар, Олимпиадада өнер көрсеткен тәжірибелі боксшылар, Азия чемпиондары, Азия ойындарында өнер көрсеткен, Азия ойындарында жүлделі болған адамдар, жалпы біздің Қазақстан құрамасы былай айтқанда жұлдызды құрамын шығарған болатын. Сондықтан бүгінгі видеомызда осы тақырыпқа сөз қозғаймыз. Жалпы Қазақстан құрамасы қалай өнер көрсетуі мүмкін, потенциалды қарсыластары кімдер болады, жалпы командалық есепте Қазақстан нешінші орында аяқтауы мүмкін. Сонымен қатар осы біздің Қазақстан құрамасының әр салмағына жеке-жеке тоқталып, кімдер шыққанын сіздерге айтып кететін боламын. Сондықтан міндетті түрде видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар сіздердің ойыңызша Қазақстан құрамасы осы Азия чемпионатында қалай өнер көрсетеді, неше алтын жүлде болады, бәлкім алтын жүлде мүлде болмай ма, өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар міндетті түрде айтып кететін жайт, жалпы біздің видеоларымыздың шығуына көмектесіп жатқан Теннис XZ-тегі достарымыз. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, Теннис XZ туралы толығырақ білсеңіздер болады. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Сонымен, Қазақстан құрамасы дәл осы Азия чемпионатына дайындықты жаңа жылдан кейін бірден бастап кеткен болатын. Дәл сол кезде Қазақстан құрамасының бас бапкері ауысып, Нұржан Асанов ағайымыз келген болатын. Ол осы постта Қайрат Сачанов ағайды ауыстырған болатын және сол кезде бірден басты приоритетті целдер айтылған болатын. Ең бастысы ол осы Азия чемпионаты, кейін Азия ойындары және осы Азия чемпионатына дайындық барысында неше түрлі турнирлер, неше түрлі жарыстар, оған қоса оқу-жаттығу жиындары бірден белгіленген болатын және сол жердегі әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кетейік. Ең алдымен Испания елінің Ланусия деген қаласында бокс айым элит деген арнайы турнир өткен болатын және сол жерге Қазақстан құрамасы өзінің жұлдызды боксшыларын алып кеткен болатын. Әр салмақтағы чемпиондар, әлем чемпиондары жалпы келе мына Азия чемпионатына баратқан жігіттердің барлығы сол турнирге қатысты деп айтсам да болады, себебі сол жердегі состав пен мына состав қатты өзгермеген болатын. Және сол жерде Қазақстан құрамасы 5 алтын жүлдеге қол жеткізді және де 5-еуі де кіл әлем чемпиондары. Нұрбек Оралбай, Айбек Оралбай, Төрехан Сабырхан, Махмұд Сабырхан және де Санжар Ташкенбай чемпион болған еді. Және содан кейін келесі турнир ретінде София қаласындағы Болгария еліндегі Странжа кубогы белгіленген еді. Және сол жерге біздің мына жігіттердің орнына басқа құрам барған болатын және сол құрамның жалпылай келе екінші, үшінші, тіпті төртінші нөмірдегі жігіттер барып, сол жерде өкінішке орай өте нашар өнер көрсеткен еді. Тіпті бірінші жекпе-жектен ақ ұшып кеткен сәттер орын алып жатты және басында біз түсінбедік, бұл не үшін болып жатыр, қалай болып жатыр деп. Ал кейінірек қана түсінген кезде бұл приоритетті турнир емес. Бұл жерге жастарды апарып көрді. Былай қарағанда құраманың Қазақстан құрамасының ротациясы қалай болады, өзгерістер қалай болады, екінші, үшінші нөмірдегі жігіттер қалай өнер көрсетеді деп қарап келген болатын және де соның барлығын бүйтіп айналып келе ақыр соңында мына Азия чемпионатына баратын құрама жинақталған болатын. Сондықтан әрқайсысына енді бір-бірін деп айтып кетейік. Ең кіші салмақта, яғни 50 келіде Санжар Ташкенбай өнер көрсетеді. Екі дүркін әлем чемпионы өткен жылғы Ливерпульдегі әлем чемпионатынан жеңістен кейін ұзақ уақытқа үзіліс алған болатын. Тіпті жарты жылдай өнер көрсетпеді деп айтсам да болады. Себебі Қазақстан Республикасының чемпионаты мен IBF-дің ұйымдастырған әлем чемпионатына қатыспаған еді. Оның орнына 2026 жылдың басындағы жаңа жоғарыда айтып кеткенімдей Ланусия қаласындағы Испанияның турниріне барып, сол жерде жеңіске жеткен еді және де менің ойымша өзінің керемет күйінде, керемет формада екенін көрсетіп, осы Азия чемпионатына бара жатыр. Бұған дейін Санжар 2024 жылғы Чиангмай қаласы Таиланд еліндегі Азия чемпионатына қатысқан еді және де сол жерде менің ойымша Санжар Ташкенбайдың жеңісі ұрланып кетті, себебі өзінің 48 келі салмағындағы финалына дейін шыққан болатын және де сол жерде өкінішке орай өзбекстандық боксшыға жеңісті беріп жіберді. Тіпті өтірік нокдаунды болды деп төрешілер Шадиоржон Менкузиевке жеңісті сыйлап берген еді. Ал осы жолы менің ойымша қазіргі сәтте Санжар Ташкенбайға қарсы тұратын боксшы жоқ. Жалпы 50 келі салмақтағы әлемдік рейтингін басқарып отыр және де бәлкім өзбекстандық Асылбек Жалилов болмаса басқа Жапония, Қытай, Моңғолия еліндегі жігіттер біздің Санжарға менің ойымша қандай да бір қарсыластық көрсете алмайды. Сондықтан сөзсіз осы 50 келі салмақта кем дегенде біздің боксшы
финалға шығуы мүмкін. Ал ары қарай не болатынын өздеріңіз де білетін шығарсыздар деген ойдамын. Және маған ең қызық заттардың бірі бұл осы 50 келі салмақтағы іріктеу қалай өтті. Себебі бұл жерде мықты боксшылар көп, бірақ оның арасынан Даниял Сабит пен Теміртас Жүсіповті айтып кетсек болады. Осы екі жігіт керемет күйде еді, және осы үшеуінің, яғни Санжармен бірге қоса үшеуінің арасындағы ішкі спаррингтер қалай өткізгені қызық болып отырды. Бәлкім ана жерде шынымен де Санжар мықты болды ма, немесе де қандай да бір өзінің бұған дейінгі жеңістердің арқасында мына жаққа өтіп отыр ма? Қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды астыға жазып кетсеңіздер болады. Келесі 55 келі салмақта Махмуд Сабырхан өнер көрсетеді. Жалпы менің ойымша бұл Қазақстан құрамасының ғана емес, бүкіл әлем бойынша ең үздік боксшылардың бірі. Әуесқойды алсақ. Себебі өзінің орын боксингтегі рейтингін басқарып отыр. Одан бөлек екі дүркін әлем чемпионатына жеңіске жетті. Бұған дейін 2024 жылғы Чангмай қаласындағы Азия чемпионатына жеңіске жеткен еді. Және менің ойымша қазіргі сәтте біздің Махмудқа қарсы тұра алатын боксшы мүлде жоқ. Себебі егер де бүйтіп бұған дейінгі өнер көрсеткендерін қарайтын болсақ, 55 келі менің ойымша бұл таза Махмудтың салмағы, және Махмудқа бұл жерде шамалы болса да конкуренция бере алатын адам әлемде жоқ. Ең қызығы конкуренция бере алатын адам менің ойымша бұл ресейлік Вячеслав Рогозин деген жігіт. Бұны IBA-дің өткізген әлем чемпионатында өте қатты есіме сақтап қалған едім, және сол жердегі миымды қатты тұрған сұрақтардың бірі бұл Махмуд Сабырханға қарсы қалай бокс жасатын еді. Себебі екеуінің бокс стилі өте қызық. Сондықтан бәлкім мына Азия чемпионатынан кейін қандай да бір әлем кубогының этаптарының бірінде осы екі жігіт бір-бірімен кездесіп қалуы мүмкін шығар. Келесі 60 келі салмақ дәрежесі, және дәл осы өте қызық дивизиондардың бірі. Себебі бұл жерде кім нөмірі бірінші боксшы екені түсініксіз. Себебі өткен 2026 жылдың барлығын бүйтіп алып қарасақ, Қайрат Сәтжанов ағайымыз неше түрлі жігіттерді апарған болатын. Басында жастарға жол берді, кейін Серік Теміржанов болды, одан соң Бейбарыс Жексен, ал жылдың соңында Оразбек Асылқұловқа мүмкіндік берген еді. Және менің ойымша дәл осы Оразбек Асылқұлов мына жерде оттай жанатын кезі келіп тұр. Себебі өздеріңіз білетіндей ұзақ уақыт бойы өзінің мүмкіндігін ала алмай жүрді. 2024 жылы Шымкенттегі турнирден кейін Азия чемпионатына баруға мүмкіндік алған кезде өкінішке орай жолы болмай қалды. Себебі бұған дейін бұл жігіт чемпион болады деп апарған еді, бірақ өкінішке орай болмай қалды. Және содан соң екінші немесе де үшінші нөмірге түсіп қалып 57-де жүрді, кейін 60-қа көшті, кейін қайттан 57-ге түскен еді. Және түсініксіз заттардан өтіп өзінің қайтадан мүмкіндігін шығарып алып, IBA-дің өткізген әлем чемпионатында топ жарып кеткен болатын. Тіпті ана жерде шамалы болса да конкуренция беретін адам оған болмады. Және мен көптен күткен осы жігіттердің бірі дәл осы 60 келі салмақтағы Оразбек Асылқұлов. Менің ойымша осы Азия чемпионатында қайтадан жеңіп кетуі мүмкін. Себебі потенциалды қарсыластарын қарайтын болсақ, ана жерде бір қорқатындай ешкім жоқ. Сондықтан бәлкім моңғолиялық жігіт бар, айтпақшы, кәсіпқойда өнер көрсететін 14-0 деген рекорды бар. Сонымен ғана кездесуі мүмкін. Ал былай менің ойымша 60 келіде біз алтын жүлдені күтетін боламыз. Тағы да бір қызық дивизиондардың бірі бұл 65 келі салмақ дәрежесі, және бұл жерде Ертоған Зейнолдинов өнер көрсетеді. Және менің ойымша бұл 100% дұрыс таңдау. Неге? Себебі бұған дейінгі үлкен, яғни әлем чемпионаттарында қалай өнер көрсеткенін қарайтын болсақ, ана жерде менің ойымша Ертоғанға қарсы тұра алатын 65 келі салмақта бірде-бір боксшы жоқ. Себебі бұған дейін қалай бокстап шықты, не көрсетті, ары қарай не болатыны қызықта. Себебі Ливерпульде көбісі Ертоғанға сенбеген еді, және ол қателеспесем 3 жекпе-жегінде жеңіске жетіп, 4-ші жекпе-жегінде өкінішке орай төрешілерге жеңіліп қалды. Кейін осы IBA-дің әлем чемпионатына барды да 63-те 5 келі салмақта өнер көрсетіп, кем дегенде жартылай финалға шығып тұрып, ана жерде жеңіп тұрған кезде малдарым жеңісті ұрлап кеткен болатын. Ресейлік боксшыға қарсы шыққан. Түсінікті, ресейліктерге қарсы шыққанда жеңістердің барлығы ұрланатыны, оны барлығы біледі. Бірақ бұған қарамастан Ертоған Зейнолдинов өзін керемет көрсетті. Және София, Болгария елінде жолы болмағанына қарамастан, мына жерде, яғни мына Азия чемпионатына менің ойымша Ертоған Зейнолдинов топ жарып шыққады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Ертоған Зейнолдинов қалай өнер көрсетуі мүмкін? Пікір жазыңыздар. Келесі салмақ дәрежесі бұл 70 келі салмақ, және бұл жерде біздің барлығымыз қатты жақсы көретін Төрехан Сабырхан. Сөзсіз Төрехан бұл жерде нөмірі бірінші боксшы, бүкіл әлем бойынша World Boxing'дің рейтингін басқарып отыр. Бірақ
менің бұл жерде бір қорқынышым бар. Бұл ағзасы қалай болып жатыр Туриханның қазір. Себебі өздерің білетіндей организмі өсіп жатыр, ағзасы өсіп жатыр, бұлшықеттері өсіп жатыр. Ары қарай бәлкім 70 келі салмақта өзін ұстап отыру қиын емес па деген қызық сұрақ пайда болып отыр да. Неге? Себебі өздерің білетіндей жас буындардың денесі тез өсіп жатыр. Себебі Санжар Әбиғалиев өсіп кеткен болатын. Оған қоса Өнер Сейілхан, жалпы осы барлығы бір возрасттың жігіттері, және Туриханда да осындай жағдайлар орын алып жатыр ма деген менде бір қызық сұрақ тұр. Одан бөлек менің қатты уайымдайтын заттарымның бірі бұл Туриханның жарақаты бар ма деген. Себебі спаррингтен бөлек ОФП-дағы видеоларында тізесінің ауыртып алып, соның қандайда бір бандаж байлап жүргені, немесе де корсетпен жүргені көрініп қалып жатыр. Тіпті кросс жүгіргенде де біраз қиналып жүр. Сондықтан менің қорқатыным осы Турихан Сабырханның ағзасы слишком интенсивный дайындықтардың кесірінен тренировкадан шарт беруі мүмкін бе, минус беруі мүмкін бе деген қорқыныш бар. Бірақ біз бұны тек қана Моңғолия елінде ғана көретін боламыз. Себебі былай қарасақ, егер 70 салмақта ротация жасауға болатын еді. Себебі біздің Туриханнан басқа ол жерде тағы да бір әлем чемпионымыз Абылайхан Жүсіпов бар, Фаруқ Тоқтасынов бар. Тіпті керек болса 75 салмақтан түсіріп алатын жігіттер де көп. 65-тен де көтеріп алатын жігіттер көп. Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы бар. Сол да мүмкін ана жерде топ жарып кетуі мүмкін бе Азия чемпионаттарында деген сұрақтар пайда болып отырды. Менде жалпы осы турнирде үлкен қорқыныштарымның бірі дәл осы Турихан Сабырханның денсаулығы. 75 келі салмақта қарағандылық Сабыржан Аққалықов өнер көрсетеді, және менің ойымша бұл жігіт үлкен фаворит, және мінезі ретінде, спортшы ретінде ішіндегі жанып тұрған оты осы Азия чемпионатында керемет өнер көрсетуге мүмкіндік беруі мүмкін. Сондықтан мен жалпы айтатын да сөзі жоқ. 75 келі салмақта тек қана Фазлиддин Еркінбоевпен бір қызық жекпе-жек бола ма деп күтіп едім, бірақ өкінішке орай Өзбекстандық жігіт 80 келі салмаққа көтеріліп кетті. 80 келі дәрежеде өкінішке орай төрешілермен жолы болмай жүрген, әрдайым осы төрешілерге келді деп жеңісі ұрланып кетіп жүрген Ерасыл Жақбеков өнер көрсетеді. Өздерің білетіндей IBA-дің әлем чемпионатында анау орыс жігітке жеңісті беріп жүрген еді. Одан бөлек те Азия чемпионатында да жолы болмай жүрді. Өзбекстандық боксшыға түсіп қалады, төрешілер ар жаққа беріп жібереді. Бірақ менің ойымша Ерасыл мына Азия чемпионатында мықты топ жарып кетуі мүмкін. Неге? Себебі егер бокс стиліне қарайтын болса, қалай бокстасады, ненің арқасында бокстасады, анау жігіттің соққысы мықты, кімсіге құлатып салуы мүмкін. Сондықтан менің ойымша мына Азия чемпионатында бұған дейінгі мына ұрланған жеңістердің барлығын отып жанып келеді, мына жерде қарсыластарын барлығын нокаут, нокдаунның арқасында жеңіп кетуі мүмкін. Келесі салмақ дәрежесі бұл 85 килограммдық дивизион, және осы жерде Париж олимпиадасының күміс жүлдегері, әлем чемпионы Нұрбек Оралбай өнер көрсетеді. Егер мен бұған дейін жігіттерге барлығын мақтап, жігіттер жолдарың болмаса төрешілерге түсіп қаласыңдар, төрешілер болмаса жұртып аласыңдар, нокдаунға түсесіңдер, нокаутқа түсесіңдер, қарсыластарың жоқ деп барлығын мақтап келсем, Нұрбек туралы айтатын бәлкім сіздер келіспейтін сөздер бар. Себебі қазіргі сәтте Нұрбектің бокс стилі, өмірлік стилі, одан бөлек ринг сыртынан жүрген жасайтын заттары бойынша сұрақтар өте көп. Бұл туралы нетүрлі мамандар айтып жатыр, эксперттер, халық, тіпті жанкүйерлер де бұл туралы айтқаны бар. Жалпы Нұрбекке не болғаны түсініксіз. Бәлкім олимпиададан кейін қатты жұлдыздық ауруымен ауырып кетті ма, немесе де қандай да бір өзгерістер болды ма, не болғаны түсініксіз. Себебі 2025 жылғы әлем чемпионатынан кейін, жоқ, әлем чемпионатынан емес, Астанада өткен әлем кубогы бар емес пе? Сол жерде финалдық жекпе-жекте жеңіліп қалғаннан кейін Нұрбек бойынша сұрақтар пайда бола бастады. Ал әлем чемпионатында бұл сұрақтар 2-3 есе көбейіп кетті. Себебі Өзбекстандық Жавахир Уматалиев деген жас жігітке қарсы шықты да, ана жерге таза ұтылып қалды. Сөзсіз таза ментальный ойын болады ғой, нервісіне тиіп, пұк-пұк ойнап кетіп, күліп-күліп жеңіп кеткен. Және бәлкім сол зат Нұрбекке өте қатты әсер етті ме деген сұрақ пайда болып отыр. Және Нұрбек осыдан кейін қандай да бір қателіктермен жұмыс жасады ма деген сұрақтар бар. Себебі 85 келі салмаққа көшіп, осы жерде қалай өнер көрсеткенін қарайтын болсақ, Испанияда жалпы мықты өнер көрсетіп шықты. Сөзсіз ол жердегі қарсыластарына қарайтын болсақ, қарсыластардың сапасына қарайтын болсақ, бұл жер мен көктей. Бірақ соның өзінде де менің ойымша
Нұрбек андай темный лошадка болады ғой, ешкім сенбейді, бірақ атып кетуі мүмкін дегенше. Сондықтан дәл осындай жағдай осы Нұрбекпен 100% болуы мүмкін. 90 келі салмақта осы 2024 жылғы Азия чемпионы Сағындық Тоғанбай өнер көрсетеді, және егер осы Сағындықпен де Нұрбекке ұқсас жағдай бар, бірақ Сағындыққа не болып жатқанын түсініксіз, ешкім білмейді оны. Бәлкім ішкі менталды проблемалар бар шығар, психологиялық мәселелер тудырып жатқан шығар, себебі бұған дейін осы 24 жылғы Азия чемпионатына қалай бокстасты, кейін 25 жылға басталғаннан кейінгі турнирлерде не болғаны түсініксіз. Тіпті 2025 жылғы Семейде өткен Қазақстан чемпионатында қарағандылық Нұрмагомед Юсуповпен бокстасқанда Сағындық мүлде өзіне ұқсамады. Бәлкім қандай да бір өзгерістер болып кетті ме, немесе де төрешілермен ойнап кетті ме, жалпы не болып жатыр бұл жігітпен? Білесіңдер ме? Сако, айтшы бауырым, не болды? Мысалға мен Саконың үлкен фанатымын. Бұған дейін Азия ойындарында қалай өнер көрсетті, Азия чемпионаты, Азия чемпионатында не қылды анау? Түркменстандық жігітті өлтіріп тастай жазады ғой. Одан бөлек те мықты-мықты жекпе-жектер көрсетіп жүрді. Бірақ өкінішке орай әрдайым жолы болып кетпейді, немесе де төрешілерге түсіп қалады. Өзбекстандық жігіттерге жеңіліп қалуы мүмкін. Сондықтан Сағындық туралы не болатыны түсініксіз. Ал енді 90+ келі салмаққа келетін болсақ, бұл жерде құраманың капитаны, әлем чемпионы Айбек Оралбай өнер көрсетеді. Және осы жігітке менде мүлде сұрақ жоқ. Жалпы Айбекке қарсы тұра алатын қазір менің ойымша тек қана бір қазақ жігіт бар болуы мүмкін. Ол Өзбекстан құрамасының атынан шығады, ол Арман Маханов. Және осы жекпе-жек маған өте қызық. Стилистика жағынан қалай болады, екеуі қалай бокстасады, себебі Арманның бойы ұзын, физикасы мықты, және Айбекке қарасақ, себебі Айбектің бойы кішкентайлау, Арманға қарағанда, және физикасы барда, екеуі қалай бокстасады, не болады, бәлкім Қамшыбек пен Бахадир Жалолов арасындағы жекпе-жекте ұқсастықтар бола ма деген дәл бір өте қызық интригалардың бірі ойланып тұр. Жалпы сіз бұл жайлы не ойлайсыздар? Ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Жоғарыда айтқанымдай, бұл Азия чемпионаты Моңғолия елінде өтеді, біздің көршілес елдеріміздің бірі, сондықтан сол жерде мен 100% жұмыс істейтін боламын. Сіздерге арнайы контент шығарамын, сондықтан міндетті түрде біздің TikTok-қа, Instagram-ға, Telegram-ға және де осы YouTube арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Осы жерге дейін қарағандар үшін көп-көп рахмет. Міндетті түрде лайк басып, комментарийге өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Мен Қазақстан құрамасына сенемін. Осы Азия чемпионатына жалпы командалық бірінші орын алып топ жарып кетеді деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.